Үй салу үшін не істейміз? Үйді қандай материалмен жедел тұрғызуға болады? 3D құрылыс саласында қалай қолданылады? Тез жасау дегеніміз сапалы жасау дегенді білдіре алады ма? Мұның барлығы туралы біз экспорттық әлеует бағдарламасының кезекті шығарылымында білетін боламыз. Статистика агенттігінің деректері бойынша өткен жылы Қазақстанда шамамен 7 миллион шаршы метр тұрғын алаңы пайдалануға беріліпті. Оның 3,5 миллион шаршы метрі халық тарапынан салынған. Жалпы көрсеткіш 2012 жылмен салыстырғанда 1,5%-ға жоғары. Бұдан бөлек 2013 жылы тұрғын үй құрылысына 470 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Бұл ретте негізгі қаржыландыру көзі құрылыс жүргізушілердің өз капиталы. Осы уақыт кезеңінде Қазақстандағы құрылысқа қатысты жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің жалпы құны 2,5 триллион теңгеге жуықтады. Бұл 2012 жылмен салыстырғанда 3%-ға жоғары. Айта кетерлігі, республика бойынша тұрғын үйлер салудың негізгі генераторы болып табылатын қолжетімді баспана 2020 бағдарламасында құрылыс көлемін жылдан жылға арттыра отырып, 2020 жылға қарай 10 миллион шаршы метрге жеткізу көзделген. Мысалы, ағымдағы 2014 жылы елімізде тағы шамамен 7 миллион шаршы метр пайдалануға беріледі. Барлық қаржыландыру көздері ескерілетін болады. Бұл көрсеткіштердің барлығы Қазақстанда тұрғын үйге деген сұраныстың жоғары екендігін көрнекі түрде дәлелдей түсті. Сондықтан сұранысты қанағаттандырудан кеш қалмай, тапсырыстарды белгіленген мерзімдерде орындау үшін отандық компаниялар құрылысқа жаңа, озық технологияларды жиі енгізе бастады. Бұл технологиялар салыстырмалы түрде қысқа мерзімдерде жаппай сапалы, көп пәтерлі үйлер салуға мүмкіндік бермек. Мұның үстіне ноу-хау құрылыс құнының өзін айтарлықтай арзандатады. Қазіргі заманға сай әрі тиімді ғимараттар салу кезінде жаңа технологияларды пайдалану тәжірибесімен өндірістік қуаттылықтары Атырау облысында орналасқан Construction KZ компаниясы бөлісе алады. Зауыт жеңілдетілген тұрғын үй құрылысына арналған бірегей 3D панельдерін өндіреді. 3D панелі бұл кәдуілгі монолитті құрылысқа арналған алынбайтын қорамаға алып. Мұндай өнім түрі орталық Азия елдерінде атымен жоқ. Панель атауы айтып тұрғандай 3 негізгі қабаттан тұрады. Бұлар қарапайым тілмен айтқанда сыртынан бетон қабатымен жабылған, екі жағынан арматураланған қымтағыш. Әлемде мұндай үй құрылысты технологиясымен 16 қабатты тұрғын үйлерде салынады. 3D панелінен құрастырылған 3 қабатты көп пәтерлі тұрғын үйлер қосымша нығайтуды қажет етпейді. Сондықтан мұндай өнім ең алдымен аз қабатты объектілер салу кезінде таптырмас материал. Монтаж стен происходит вручную. Қабырғалар, аралық қабырғалар қолмен монтаждалады. Өйткені қабырғалардың салмағы небәрі 20 келі тартады. Өзара белгілі бір пішіндегі қондырма байланыстыру панельдері арқылы жалғасады. Монтаждау жұмысы аяқталғаннан кейін бетон сорғысының көмегімен бетон бүркіледі. Бетон қалыңдығы ғимараттың неше қабаттан тұратындығына байланысты. Ең жұқа бетон қабаты 50 мм-ді құрайды. Происходит напыление бетона. 5 сантиметрлік бетон қабаты панельді кеміргіштер мен жәндіктерден сенімді қорғайды. Ал еденнің қабырғалары мен төбенің жымдасқан жерлерінде ешқандай жік болмайды. Зауыттықтардың айтуынша жоғарыда аталған панельдерден салынған үйлердің пайдалану мерзімі 100 жыл. Өндірістік желі Австрия елінен сатып алынған және өндірушілердің пікірінше мұндай өнімдерден үй құрастырудың қарапайымдығы сондай. Бұл өсті кез келген үй қожайыны еңсере алмақ. Ал панель шығаратын станоктарда керісінше кез келген адам жұмыс істей алмайды. Жабдықтарды басқару үшін сол Австриядан арнайы мамандар шақырылып, олар өз кезегінде шеберлердің кезекті буыны үшін тәлімгерлік жасады. Мысалға, бұл пенополистиролды кескенде қолмен мүлде кеселмейсіз. Шақпен және араға салсаң, ол уатылып қалады. Бұл жерде технологиясы толық демегенмен де, жартылай автоматтандырылғанмен де, бұл жерде ыстықпен сымның қызу бағыты бойынша кесіледі. Күніге пештен 70-72 блок шығады. Сол блоктың бәрін біз өзіміздің нормативтеріміз бойынша біздер мұнда кесу аппаратында кесуіміз керек. Соның бәрін толықтай атқарып, осы жерде тиелетін нелерімізге, сатылатын жерлерге жіберіп отырмыз. Статистика агенттігінің деректеріне сүйенсек, ағымдағы жылдың тамыз айындағы жай-күй бойынша өткен 2013 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда тұрғын үй бағасы 16%-ға өскен.
Орташа есеппен алғанда республика бойынша жаңа баспананың 1 шаршы метрінің бағасы шамамен 215 мың теңгені құрайды. Талдамашылардың пікірінше құрылыс құнының негізгі өсу себептері мыналар: энергия тиімділігінің қолданылуы құнның 7-10%-нан, жалақының өсуі 25%, құрылыс материалдарының құны 8%, машиналар мен механизмдерін пайдалануы 3%-ын құрайды. Қазақстанда шығарылатын 3D панельдері түрлі климаттық жағдайларда әр алуан топырақты жерлерде үй тұрғызуға мүмкіндік береді. Бұған қазақстандықтардың да, кейбір шетелдік тапсырыс берушілердің де көздері жетті. Мәселен, көршілес Қырғызстанда осындай панельдерден тұрғызылған таулы жерлерде орналасқан объектілер Тянь-Шань шаңғы базасының қатал климатында да сынақтан сәтті өтті. Бұған қоса атыраулық панельдерден жасалатын тұрғын үйлерге сібірлік Сургут және Ханты-Мансийск қалаларда тапсырыс берді. Ресейлік сатып алушыларды бұл тұрғын үйлердің жайлылығы, энергия үнемдеуі, сондай-ақ құрылыстың аз мерзімде жасалып бітуі қызықтырған. Строительный сезон у них длится с начала. Оларда құрылыс маусымы мамырдың басында басталып, қыркүйек айының соңына дейін созылады. Осы небәрі 4-5 айда барлығын салып үлгеру қажет. Міне осы жерде біздің технологиямыз таптырмас дүние. Мен онда таныстырылымда болып, осыған көзім жетті. Көптеген әлеуетті серіктестерді таптық. Биыл Сургут қаласымен 1,5 миллиард рубльге келісімшарт жасастық. Және менің пайымдауымша келер жылы бұл соманы 3 есеге арттырамыз. Миллиарда рублей. Осылайша ең жоғары өндірістік қуаты жылына 1 миллион 200 мың шаршы метр тұрғын үйді құрайтын компания өзінің экспорттық стратегиясын іске асыруға белсене кірісіп кетті. Мәселен, компания Омбы облысында тұтастай әлеуметтік кент салу туралы уағдаластыққа қол жеткізді. Ресей мен Construction KZ арасындағы саудалық байланыстар жыл санап нығайып келеді. Кезекте Өзбекстан нарығын игеру міндеті тұр. Экспортты, дәлірек айтқанда шетелге сауда миссияларын ілгерілету жөніндегі мемлекеттік құралдарды пайдалана отырып, компания шетелдегі өткізу нарығын ұлғайтуға ниетті. В Омск съездили мы с Казнекстом в Новосибирск. Казнекспен Омбыға, Новосибирскіге бардық. Жақында Самарадан оралдым. Барлық жерде дерлік бизнес серіктестер таптық. Новосибирскіде 15 миллион долларға шарт шашастық. Менің ойымша біз осы жылы ынтымақтастыққа қол жеткізіп, келер жылы оны аяқтайтын боламыз. Первое соглашение, я так думаю, но в этом году начнет действовать, и в следующем году мы его закончим. Казнекс Инвест, экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі талдамашылардың деректері бойынша ел экспортының жағрафиясы өткен 10 жылдыққа қарағанда айтарлықтай өзгерді. 2001 жылы Қазақстан экспорты 111 елге бағытталған болса, 2010 жылы 126 елге өнім шығаратын болды. Республика үшін жетекші экспорттық нарықтар ретінде дәстүрлі түрде Еуропа елдері, Италия, Франция, Голландия, Қытай, Ресей және Канада болып келеді. Атап айтқанда, 2010 жылы Қазақстаннан Еуроодақ елдеріне жалпы сомасы 50 миллиард ақш долларынан асатын өнім экспортталды. Соңғы 5 жылдықта өңделген өнім экспорты қарқынды өсіп келеді. Яғни 2005 жылмен салыстырғанда 2011 жылы өсім 2 есеге артып 16,6 миллиард ақш долларын құрады. Отандық нарыққа келер болсақ, жаңа құрылыс материалдарына қазақстандықтар сақтықпен қарауда. Отандастардың тек аз ғана бөлігі тез тұрғызылатын үйлер технологиясын іс жүзінде асыра алады. Сондықтан Construction KZ тапсырыстары негізінен вақталық ауысымдар баспанасына, туристерге, аңшылар мен балықшыларға арналған үйлер, сондай-ақ өндірістік үй-жайлар салуды құрап отыр. Бірақ бұл ахуалдың жақын аралықта өзгеретіндігіне зауыттықтар сенімді. Мысал ретінде 2 миллионға жуық пайдаланушылардың 3D панельдерінің көмегімен тұрғызылған үйлер туралы оң пікірлерін алға тартады. Айта кетелігі, ол пайдаланушылардың басым бөлігі климаты қатал, Солтүстік Америка, Сібір, Поляр елдердің тұрғындары болса керек. Бір жағынан, мұндай панельдердің қазақстандық нарықта пайда болғанына салыстырмалы түрде алғанда, аз ғана уақыт өткендіктен, ықтимал тапсырыс берушілердің барлығы бірдей материалдардың сипаттамасы туралы егжей-тегжейлі біле қойған жоқ. Өндірістің өзіне ағымдағы жылы 4 жыл толады. Зауыт өдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының аясында құрылған болатын. Статистика агенттігінің хабарлауынша 2013 жылы Қазақстанда 28,5 мыңнан астам ғимарат пайдалануға берілді. Бұлардың ішінде 24 мың ғимарат тұрғын үй-жайлар, ал басқа мақсаттағы объектілер жайлы айтар болсақ, аталған уақыт ішінде 119 жалпы білім беру мектебі, 92 мектепке дейінгі мекеме, 157 амбулаторлық емханалық мекеме, 5 аурухана пайдалануға берілді. Бағдарлама Казнекс Инвест, экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі акционерлік қоғамның тапсырысымен дайындалды.